Бұрынғы білімнің ешбір жерінде табиғатты механизмдердің күрделі жүйесі ретінде түсіну болған емес оған дейін. Яғни құдіретті жаратушы ешқашанда механикалық бір алғашқы қозғаушы күштің белгісі ретінде Құдай қабылданған емес. Сондықтан да Рене Декарт үшін Құдайдың әлем машинасын құруға арналған құралдардың шексіз арсеналының бар екенін көрсету оған аса маңызды болды. Және адамға Құдайдың әлемді құрудағы құралдарының қайсысын пайдаланғанын түсіну белгісіз болса да, адам әлемді құруда ғылым мен оның арасында шынайы әлемді жасауға қабілетті деп сенді. Өйткені адамды Құдай жаратқаннан кейін адам сол Құдай бейнесіне, Құдайдың немесе кейбір сипаттарына ұқсауға тиісті. Себебі Құдай жаратқан, Құдайда жарату қабілеті болғандықтан, енді адамды да жарату қабілеті Құдайдан берілген. Сондықтан адам түрлі ғылыми жаңағы зерттеулердің, ізденістердің нәтижесінде басқаша бір дүниені, ерекше бір ғылыми жаңалықты ашуға қабілетті деп сенді. Келесі жаңа дәуірлік ғалымдардың, ойшылдардың, философтардың бірі Фрэнсис Бэкон. Фрэнсис Бэкон ғылымда эмпиризм деп аталатын бағыттың негізін салумен танымал. Жалпы Бэкон ғылым рөлінің прогрессивтілігін, оның перспективасын дәріптеуші тұлға. Бэкон ғылымды суға ұқсатты. Яғни ол не аспаннан жауады, не жер астынан шығады. Яғни ғылым адамға барлық жағдайда берілген. Оның мүмкіндігі шексіз. Яғни бұл қайдан келеді? Оның алғашқы күш беруші күші қайда? Ол әрине Құдайдан берілуі мүмкін, немесе адамның өзінің сезім мүшелерінен бастау алуы мүмкін. Фрэнсис Бэконның философиялық идеясының, яғни эмпиризмнің мәні неде? Бұл таным негізінде тек қана тәжірибенің болатындығы, яғни кез келген ақиқат, кез келген шынайы білім тек тәжірибенің нәтижесінде ғана алынатындығын жақтауында. Жеке адамның практикалық немесе теориялық білімі көбейген сайын ол ақиқатқа, шынайы білімге жақындай түседі. Яғни неғұрлым адам баласы эксперимент жасаған сайын, нақты тәжірибелік бір фактілерге сүйенген сайын, оның ақиқатқа жетуіне, шынайы білімді алуына мүмкіндігі соншалықты көбейе береді. Фрэнсис Бэкон кез келген таным процесінің жүзеге асуы бұл индукциялық әдіске тиесілі деп пайымдады. Яғни индукция дегеніміз жеке фактілерден жалпы негіздегі қорытындыны жасау. Мысалы, мынау экранда назарларыңызға ұсынған түрлі металл түрлері балқитын болса, онда барлық металдар балқу қасиетіне ие деп түсіндірді. Әрине бұл жерде Фрэнсис Бэконның Аристотельдің жаңа органонына немесе оның логикалық іліміне сүйенгенін айта кету шарт. Фрэнсис Бэконның пікірінше индукция әдісінің дедуктивті әдістен айырмашылығы ол мүмкіндіктердің ұлғаюы мен таным процесінің күшеюінде. Соған байланысты Фрэнсис Бэконның ғылым философиясын дамытудағы маңызды жақтары ашылады. Жаңа ғылыми дәстүрді қалпына келтіріп, өткен кезеңнің философиялық ілімдеріне баға берді. Фрэнсис Бэкон сондай-ақ Бэконның табиғатқа берген материалистік түсініктерін қалыптастырды. Сондай-ақ материяға бөлшектердің жиынтығы, табиғат денелердің жиынтығы ретінде қарау түсінді. Әрі қозғалыстың материяның бір ажырамас бөлігі, оның атрибут ретіндегі, оның тек қана қозғалыспен
шектеліп қалмай, оның өзге де бір 19 түрін табуға мүмкіндік берді. Англиядағы алғашқы капиталистік қор жинау дәуірінде ғылымға қойылған талаптарын көрсетумен ерекшеленеді. Әрине, ғылым тарихында біз Исаак Ньютонды ерекше дәріптейміз. Ол туралы өздеріңіз де білесіздер. Бүкіл әлемдік жаңа тартылыс заңын ашуына байланысты танымал тұлға. Исаак Ньютон классикалық физиканы құрған әйгілі ағылшын ғалым ретінде де танымал. Оның зерттеулері механикаға, оптика іліміне, астрономияға, сондай-ақ математикаға арналған. Классикалық механиканың негізгі заңдылықтарын есептеп, бүкіл әлемдік тартылу заңын, тіпті жарық дисперсиясын ашып, жарықтық корпускулалық теориясын дамытты. Ол Лейбництен тәуелсіз дифференциалдық және интегралдық есептеулерді шығарды. Бүкіл әлемдік тартылыс заңынан Кеплердің 3 заңының шығатынын көрсетіп, айдың қозғалыс ерекшелігін түсіндірді және жердің фигурасының теориясын дамытқан ойшылдардың бір ретінде танымал. Исаак Ньютон ғылыми бағдарламаны эксперименттік философия деп атады. Өйткені кез келген ғылымға жету үшін тек эксперимент арқылы жетуді құптады. Осыған сәйкес табиғатты зерттеу тәжірибеге негізделу керек деп пайымдап, кейіннен қағидалар әдісі теориясын құптаған. Яғни оның мәні неде? Яғни біз кез келген дүниенің, мәселенің ақиқатына жету үшін тек бақылау жүргізуіміз керек, эксперименттер жүргізу, сондай-ақ индукциялық тәсілді пайдалану арқылы сол мәселелердің байланыстарын таза түрде өзімізге оқшаулап алып, зерттелетін процестерді басқаратын негізгі заңдарды табуға, оның принциптерін анықтауға, сөйтіп бір жүйелі түрде білім құруға мүмкіндік аламыз. Исаак Ньютон денелердің механикалық қозғалысы туралы білімнің біртұтасы ретіндегі классикалық механиканың да негіздерін жасаған болатын. Бұл орайда Ньютонның механикасы дедуктивті ғылыми теорияның классикалық үлгісі болғанын айтқан дұрыс. Ньютон сияқты неміс ғалымы Вильгельм Лейбниц те дүниеде бар нәрсенің барлығын тек қана механикалық принциптер арқылы түсіндіру екеніне сенімді болды. Өйткені барлық құбылыстар бір-бірімен өзара байланыста, бір-біріне тәуелді. Олар әрине қарама-қайшы бір диалектикалық құбылыстар болғанымен де, бұл бүкіл әлемдік бір ортақ заңдылық екеніне сенді.